Дәуіт пен Әзірейіл періште қиссасы. Бірде Дәуіт пайғамбар мен Әзірейіл періште сұхбаттасып отырғанда, олардың үстіне Дәуіттен қарыз сұрап бір жігіт кіріп келді. Дәуіт оған ақша берді. Ол кеткен соң, жан алушы періште: «Ей Дәуіт, сен мына жігітке қарыз беріп жатырсың. Құдайдың әмірімен жігіттің жанын 7 күннен соң аламын. Ол ажалынан бейхабар. Ақиретпен ісі жоқ. Сауда жасаймын деп сенен қарыз алып жатыр», деді. Арада 2 апта өткен соң, жігіт Дәуітке қарызын қайтарады. Пайғамбар оның тірі жүргенін көріп, Әзірейілден: «Мына жігіт сау саламат әлі жүр ғой?» деп сұрады. Сонда Әзірейіл: «Жоқ, Дәуіт, жігіттің ажалы толып еді, сенің үйіңнен шығып бара жатып, жолда қайыршы жетім баланы көрді. Оған мейірімі түсіп, қолындағы бар ақшасын бере салды. Жетім бала қуанып: «Аға, Алла сізге өмір берсін», деді. Жетімнің тілегі қабыл болып, Алла оның ғұмырын ұзартты, несібесін көбейтті, депті. Садақа бәлені жояды деген нақыл сөз осыдан қалған екен.